Сәлем достар, бүгін шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті күнбағыс майы, қант, какао керек болады. Осы үшеуін араластырып алатын боласыздар. Барлығы ерігеннен кейін 2 жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқаның барлығын араластырып болғаннан кейін екінші жұмыртқаны салатын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін шым тұз саламыз. Және де қопсытқыштан кішкентай қасықпен 1,5 қасық салатын боламыз. Соңынан ұн салып араластырып аламыз. Міндетті түрде құрамын төменге жазып кететін боламын. Барлығы қамыр болғаннан кейін дөңгелектеп алатын боламыз. Міндетті түрде қант ұнтағына 2 жағын батырып алып, барлығын противенге салып аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де маған подписация етіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.